бүгін ғана естідім, мысалы енді шын айтайын, осындай болған. Мен енді өзім мелиорацияда жұмыс істедім, бәр жағын жұмыс істедім. Енді су тапшылығы қазір болып жатыр, действительно болып жатыр. Оны ескеру керек. Жаңағы шаруа қожалықтары енді білмеймін. Бірінші, бұл енді инвесторлармен сөйлесу керек деген дұрыс енді ол. Сөйлескен дұрыс шығар, халық көрсін. Сосын былай бере сал деген, енді мен ойлаймын, бұл оңай нәрсе емес, жерді бере сал деген. Бұл арендаға бергеннің өзінде, бұл қалай болады, жаңа фауна флораны айтып жатсыздар, ол действительно, әбекең баяғы 12-ші жылы мораторий жасап, сексеуіл қандай өсті? Бұл сексеуіл жерге шыға ма, шықпай ма? Оның бәрі анализ жасалып жатыр дейді ғой. Бірақ енді өзімізде егілген баяғы бақпақта қызылша. Ол қалай шықпайды, ол қай районға жарайды, қай районға жарамайды. Жаңа ар жағын айтып отыр ғой сабыр. Бұл кісінің айтып отқан дұрыс енді. Шыны керек. Жерге жету оңай емес. Шетелдің ол көздеп отқан самоса ғой. Енді мен бір жағынан инвестор дейді ғой, өзіміздің арамыздан шықсын деген, конечно, дұрыс. Өз қазағында болған жақсы жер. Басқа бір инвестор. Бұл басқа жақтан тартқанның өзі, любой адам, мысалы өзіңіз сауда жасасаңыз, өзіңіз пайдаңызды ойлайсыз ғой, ол да өз пайдасын ойлайды. Сондықтан жер былай бере салған, ана жерлердің өзі 85 мың жер деген оңай жер емес, былай қарап отырсаңшы. Онда бұл кісілердің жанайқайы былай. Байрамай жыл біз жүрдік дейді да, 1 жылдық договормен или 10 жылдық договормен жүрдік дейді да, а мемлекет қарауылықтан ана бере салды деген ол да солай адам действительно ішіп күйеді. Сондықтан енді соны бір жағынан бірден келіспей, жаңағыдай ойластырып бәрі сөйтіп барып шешкен дұрыс. Соны бірден келісе салуға болмайды деп ойлаймын өз ойым. Осыны тағы бір қарастырайық. Бұл бере салатын айтайын. Бұл енді былай ғой, бір ағамыз айтыпты. Мұнай саттық байымадық, алтын саттық байымадық, көмір саттық байымадық. Енді жер сатып байымыз дегеніміз ол енді қайсасқанымыз депті. Сол айтқандай, ол 58 мың гектар деген жер, ол бір мемлекеттің жері, қарап отырсаңыздар. 85 мың гектар. Даже 85 мың болып кетті, ал 65 мың болған, 85 мың болып кетті. Одан кейін ол қандай керемет инвестор болса да, ол инвестор договор жоқ та шөді. Не істейтін, қалай істейтін, даже химанализ жасалған жоқ почваға. Экологияның жағдайын ескерген жоқ бұл жерде. Дұрыс па? Ешқандай еш жоқ қой, әйтеуір бір 85 мың берімізге бітті көшілер, құрымдар, келіндер деген ол болмайды енді. Бұл жерде енді азаматтар, осы жерде отырған Азат Үкітаевич, жігіттер қызметте отырған. Сендер енді бәріміз осы бірлен су ішкен адамдармыз ғой. Бәріміз осы ауылда адамыз. Бір-біріміз көреміз. Құда жекжат ағайынбыз. Ертеңгі күні бір-бірімізге көңіліміз ашық болсын, аманымыз жүзу болсын әрқашанда. Сол үшін сіздер мына бізді ескеріңіздер халықта. Басында 60 болғанбыз, енді 20 болды. 20 шаруашылықта да кетпейтін болсын, егерде оған баратын болса. Бересіздер мана қырдан беріңіздер. И то біз договорын халық болып көруіміз керек. Қанша уақытқа береді? Одан кейін ол міндеттемесінде не бар? Адам алады ма? Қанша бюджетті ақшасы қайда құйылады? Сондай нәрселерді халық көрмей, енді халық конституция бойынша негізгі мемлекет құраушы халық. Құдай деген халықтың жердегі аты есімі, бір есімі халық. Онда ескеріңіздер. Мысалы, 68 мың гектар жердегі 160 өте көп жер ол. Өте көп. Соны сіздер ескеріңіздер, бұл жиынмен бітпейді. Ал енді осы ретте біз қайтпаймыз, осылай біз береміз дейтін болсаңыздар, онда өздеріңіз, сонда заң түрінде, заң жүзінде бізде халықпыз, баратын жерге барамыз, айтатын жерге соттығына береміз. Өйткені мынау заңсыз нәрсе. Өйткені қалай айтса да бұл мәселе Қазақстан бойынша көтеріліп отқан нәрсе. Қазір бәрі осы қазақтың жеріне байлығына қызып отыр. Сапаркүл әдем айтады, мұнай бар, көмір бар дейді. Рас, 90 жылы Совет үкіметінің жаңағы сол тараған кезінде, ученый барған кезде, айтып дейді, тасмұрынан басталып, Ақсор бар ғой, Балқашқа дейін. Сор болып жатқан. Сол мұнайдың жолы. Сол мұнайдың үстіне бергенде осыны, соны ескерсеңіздер. Сол мен осы жер жөніндегі жиналыс болсын бірінші рет болып отыр. Осы қазір бәрі пікірлерімізді тыңдап отырмыз. Енді республика бойынша инвестиция тартымдар деп елбасының өзі айтып жатыр. Бұл да сол заманның ағымына алмай келе жатқан нәрсе шығар енді. Рас енді жаңағы 20 қожалықтың шығындап отқан өте орынды. Сондықтан да мен өмірімізді өлмейтіндей, арбада сынбайтындай жағдай жасауымыз керек шығар деп ойлаймын. Ал енді біздің аудан көбісі ешқандай аудан ешқандай енді өндіріс орны жоқ деп жатыр. Бұлай енді жаңағы сіздер айтқан дұрыс.
сол жаңағы жұмысқа кімді алады? Жердің халқын алу жөнінде, содан кейін жерді қаншалыққа беріп, оны қалай пайдалану жөнінде, оның сауасын несін сақтау жөнінде әртүрлі договорлар болатын шығар келісімшарттар. Бүкіл келісім осы айтқан халыққа айтқан келісімшарттың бәрін сөзге енгізіп жаңағы. Содан кейін жерді қаншалыққа бересің? 5 жылда бересің, 10 жылда бересің. Соның бәрін енді сол кезде олардың жасайтын агротехникалық жұмыстары, мына қоршаған ортаға ешқандай залал келмейтін дейді. Жағдай жасау, өйткені бұл енді ауданда түптен бір шығатын бір жол шығар. Жаңағы енді қант егілсе, қант завод соғылса, жаңағы именно осы Бақарастан қант завод соғылсын деген дұрыс енді. Егер жаңағы қызылша егіп отырса, ауылда тұрған пәле бізде газ сатып, көзі машина, қазір көмір тасып жүр. Солардың бәрінде жұмыстар болады деген әңгіме. Сондықтан да енді қазір мемлекет тарапында айтады, ол инвестор тартылсын деп отыр. Енді облыстан ауданға жібердім, саған инвестор жібердім. Инвесторды пайдаланбады деп бізге де айтады сонда. Сондықтан енді әрине жерді қазақта жесір екі дау болады өзі. Әрине жердің несі дау оңай емес. Сондықтан да мынаны ақылға салып, ойланып шешкен дұрыс сияқты. Совсем жоқ деп алып тастамай енді. Осы көру керек, ойға салып көру керек. Яғни мысалы бейсеканың пайдасын көрсетіп, біздің көзімізді жеткізіп тұрса жаңағы инвестор. Оның бір осы отырған жігіттер, оның бәрін алдын жазып отыр ғой. Осының бәрін кесіп ұсынысқа айтады ғой. Содан кейін барып жаңағы осы жерді негізінен жаңағы қызылшаға жаңағы 20 шаруашылыққа зиян келмейтін деп жағдайға келтіріп, жаңағы кім айтты ақшада айтса бұл мүшені толтырып ма? Ол енді жер берген кезде бір жылға деп сөйтіп айтпайды. Құрылыс жолға болмайды. Любой уақытта жерді алmadan хабарсыз ғой. Білмегеннен кейін бір уақытта жерді үйінде бәрін соғып қойды. Ол айтылған нәрсе біз бәрін айтып үшін. Бәрін айтылған. Қазаққа шығу ол. Қайталай бермейді. Оны бәрі білесің. Ей, малды қалай өсіресің сен ана қора жайын салмасың. Малды қалай өсіресің? Қазір енді анау 20-шы жыл емес қой қазақ үйіне тұра қалатындай. Үй салмасаң кім тұрады өзі бар? Қалай қалпағасың ал бағып ішінде үй салу керек, қора салу керек, қуа салу керек, ана жылқы. Мынау бүгінгі айтып отырғандарың өте орынды, өте дұрыс айтып отырсыңдар. Бұл жерде ешкім бір жаман болсын деп айтады. Мынау жердің иелері де шырылдап отырғандар орынды. Баяғыда мен басына тоқталдым, Димаш Ахметов келді. Ей ағайындар, мына жерде біз күршегейік дегенде қарсы болған. Керек жоқ. Сонда анасының көргенде ғой, ей ағайындар, жалғыз малмен дамымайсыңдар. Ертең өшесіңдер. Сондықтан мына күрішті қоса егейік, егістікпен мал қатар жүрсіңдер. Сөйтіп барып сол кісі сол сөзді қалып тоқтап, сонымен егістік болып ұстап берген. Міне сонымен қазір біздің Балқашауда соның арқасында ғана тұрмыз ағайындар. Малдың бәрі дайып өсті, біреуді болмас, біреуді жиналмас. Екі жата бар, қабырын дайып өсті. Сондықтан бұл жағын бір айтайын. Екінші жағы дәл шырылдап отырғандарын баяғыда Ерғазы Қожабеков осында әкім болып тұрғанда Балқаш көлінің маңайын ленің бойындағы ең шұрайлы жердің бәрін орыстарға сатты. Мен келіп айттым, Ерғазы, келешек ұрпаққа не айтамыз дейді. Мына жердің бәрін сатып жүрмін. Ана орыстар ертең мылтығын алады бізді атап тастайды. Ана сол жиден бір жігіттер бекірмен келіп бағып десе, жағын жағын ұстап болып сабап қайыр тартып, ана жиден жігіттерді апарып тастады. иә, болған ондай оқиғалар. Болған. Сондықтан сен айында бір қойыңды Құдайға да Балқаш аудан халқына мың да бір рахмет, үстіне бір арыз жазып деп кетсінші әне.